Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін үй жағдайында құрт жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ал бисмилля деп бастайық. Бірінші құртымызды қайнатып, осындай қалтамызға құйып, бір екі күнге қойып қоямыз. Суы қалмай, полный сырғып кету керек. Бізде сүзбе дайын болады. Жұмсақ емес, қаттылау, қолға жабыспайтын сүзбе дайын болады. Мінекей қалтамыздан алып, бүкіл қалтамызды тазалап аламыз да, енді мінекей осындай сүзбе дайын болу керек бізге. Осыған тұз салатын боламыз. Мен бір уыс салдым. Примерно бұл жерде бір 2,5 килодай сүзбе. Енді бұны иі қалынғанша жақсылап қамыр ұқсатып илеп алатын боламыз. Бір-біріне сіңіп, тұзы дайын болу керек. Құртымыз істейтін кезде бір-біріне жабысып, қолға жабыспайтындай болу керек. Мінекей осындай болу керек. Сол кезде біздің сүзбеміз дайын деген сөз. Енді осыны жақсылап қайтадан бір-екі илеп жеріп, құртымызды жасайтын боламыз. Құртымызды мен домалақ қылып жасадым. Әркімнің қалауы әртүрлі. Сықпағып жасасаңыздар да болады, майдалау жасасаңыздар да болады. Мен осындай ірілеу қылып жасадым. Мінекей қолымызбен бірінші жақсылап сығып алып, одан кейін осылай домалататын боламыз. Менде мына жерде қолғаппен сәл ыңғайсыздау. Қолмен жасасаңыздар идеальный болып шығады. Мінекей домалақ осындай құрттарымыз дайын болады. Және біреуін көрсетіп жіберейін. Бұны да осылай қолдың көмегімен айналдыра отырып, домалақ шарик тәріздес етіп алатын боламыз. Мінекей осылайынан барлығын жасап тастайтын боламыз. Қолдарыңызбен бір қысып алсаңыздар, бір-біріне жабысқан кезде домалатсаңыздар, өте домалақ, әдемі болып шығатын болады. Мінекей менде осынша құрт шықты. Енді бұны кебу үшін далаға жайып келетін боламыз. Мінекей менде осындай сетка бар. Сетканың еш жерінен шыбын кірмейді. Осылайынан барлығын қойып шығып, 2 күнге қалдырсаңыздар, өте әдемі кебеді. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Видеоны соңына дейін көріп, назарларыңызды аударғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.